Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгінгі тұлғалар тағылымы хабарының кезекті санын бастаймыз. Тақырыбы Құнанбай ұрпақтары жайында. Студиямыздың кезекті қонағы Құнанбайдың 6-шы ұрпағы Нұргүл Әлішерқызы. Хош келдіңіз, Нұргүл ханым. Енді құрметті көрермендер, Құнанбай қажы және оның ұрпақтары Абай жөнінде, Шәкәрім жөнінде айтылатын мәселелер өте көп. Біз бүгінгі хабарымызда осы ұлы тұлғалардың ұрпақтары өткен мен бүгінді салыстыру арқылы, өткен дәуірде, Құнанбай дәуірінде, Абай дәуірінде, Шәкәрімнің дәуіріндегі Құнанбайдың ұрпақтары қалай өмір сүрді? Олар кімдер? Олардың арасындағы туысқандық қарым-қатынастар, олардың бауырмалдылығы, қайырымдылықтары, халқын жақсы көру мәселелері жөнінде сөз етпейміз. Заманның соншама қиыншылықтарына қарамай Абай мұрасын, Шәкәрім мұрасын қазіргі ұрпаққа жеткізуде олар аянбай күресті. Олардың заманның ағысымен кете бармай, жаңағы рухани дүниені жас ұрпаққа бабалардың аманатын тапсыруда айрықша еңбектерін біз қазір бағалауымыз керек. Солардан үлгі алуымыз керек. Біз 21 ғасырда өмір сүре отыра, жаңағы байлықтың соңында, ақшаның соңында кетіп, күнделікті жан дүниемізге үңіле алмай қаламыз. Міне осы ірі тұлғалардың тағылымы біздің жүрегімізге, жанымызды тазалауымызға ықпалы күшті деп ойлаймыз. Мысал үшін, Құнанбай қажының немересі Кәкітай Ысқақұлының тағдыры да өте тәрбиелі тағылымға толы. Ысқақ Абайдың інісі. Ысқақтың баласы Кәкітай өнерге, білімге, оқуға өте бейім болды. Соны аңғарған Абай өзіне жаңағы бауырына басып тәрбиеледі. Кәкітай алғашқы өзінің ойын Мағауияға айтады. Мағауияға айтқаннан кейін Мағауия оны Абайға айтады. Соны бірден сезінген қырағы Абай Кәкітайдың болашағын көре білді. Абай қайтыс болғаннан кейін Әлихан Бөкейханов Абайдың мұрасын қолға алу керек жайында Абай ұрпақтарына өз ықпалын тигізеді. Міне осы кезеңде Кәкітай Уфа қаласына барып, Қазан қалаларына барып, Абайдың шығармашылығын жарыққа шығарғысы келеді. Осы кезеңде көп қиыншылықтарға қарамастан Петерборда Абайдың 1909 жылы алғашқы өлеңдер жинағын жарыққа шығарады. Әрине, ол кезде араб алфавитімен басылатын басылымдар жоққа тән болатын. Бураганскийдің баспасында сол кітапты жарыққа шығарады. Оны бірнеше бөлімдерге бөледі. Енді бір қазір міне интернет бар, әртүрлі жаңа технологиялық құралдар бар. Егер Петерборда кітап шығарғымыз келетін болса, интернет арқылы оның қателіктерін түзеп бір шамалы уақытта жөндеп жіберуге болады. Бірақ ол кезеңде соны Петербордан Семейге жіберіп, ол қателерді Кәкітай түзеп, шыдамдылықпен, сабырлықпен 1906 жылдан бастап 1909 жылға дейін 3 жыл көлемінде Абайдың еңбегін жарыққа шығарады. Бұл да бір бөлек әңгіме болуға тиісті. Қайтпас қайсарлық, табандылық. Сол көктем айында жарыққа шығарып алып келген уақытта бүкіл Семей жұртшылығы қарсы алады, қуанып, сүйіншілейді бір-бірінен, қуанады. Абайдың мұрасын жарыққа шығаруда бұл да бір үлкен ерліктің бірі. Міне бізге қазіргі жеткен Абай өлеңдерінің бір парасында Кәкітай Ысқақұлының еңбегі зор деп есептейміз. Нұргүл ханым, сіз енді Құнанбай қажының 6-шы ұрпағысыз. Сізге бабалар аманат етіп кеткен көп дүниелер мен алдыңызда жатқан сияқты. Сіздің мақалаларыңызды таныстық,
сол жаңағы тарихи тұлғалардың үлгісі жайында, олардың бізге көп халыққа жетпей жатқан тұстары туралы, әкеңіздің естелігі, Мінәш апайдың естелігі, тағы басқа да өз туысқандарыңыздың жазып кеткен естеліктерін жарыққа шығарып жатсыз. Енді осылар жөнінде Әрхам Кәкітайұлы жөнінде, Кәкітай туралы білетіндеріңіз болса, аталарыңыз туралы, бергі жақтағы Мінәш апай, оның бер жағында жаңағы Ахаттың тұлғасы тұр. Бәр туысқандарыңыз бір-бірімен осы рухани дүниені халыққа жеткізу үшін естеліктер жазып күресті. Міне осы жайында не айтасыз? Кішкене өзімді таныстырып өтейін. Бұл кісілерге қалай ұрпағы болып келетінімді. Мен енді аты жөнім Ысқақова Нұргүл Әлішерқызы. Мен осы Алматы қаласында Қазақстан Республикасы мемлекеттік музейінде қызметкер болып қызмет істеймін. Мен жет атасын білмеген жетесіз дейді ғой. Сол мен жетінші атам осы Өскенбай Ырғызбайұлы. Осы Өскенбайдың ұлы Ырғызбай дүниеден өткен соң, ол кісі өз билігін Өскенбай атамызға тапсырады. Өскенбай атамыздың бәйбішесі Зере анамыздан Құтымұхамбет, Құнанбай, Тайбалатты бір қыз, екі ұл сүйеді. Өскенбай атамыздың тағы да 4 әйелінен 9 ұл сүйген. Өскенбай атамыз ел билігін үлкен ұлы Құнанбайға тапсырған. Осы Құнанбай ата, ол кісі мен 6-шы аттам. Енді Құнанбай атамыздың да 4 әйелі болған. Ол кісінің бәйбішесі Күнкеден жалғыз Құдайберді атамыз туылады. Құдайберді атамыз өздеріңіз жақсы білесіздер, Шәкәрім атамыздың әкесі. Екінші әйелі Олжан анамыздан Тәңірберді, Абай, Ысқақ, Оспан дүниеге келген. Ал үшінші әйелі Айғыздан Халиолла, Смағұл, Камшат атты ұл-қыздары болды. 5-ші атамыз Ысқақ Құнанбайұлы, ол кісі өте еңбекқор, шаруақор, байыпты кісі болған. Сондықтан ол кісі Абай атамызға қолғанат болып, сол кісінің шаруаларын ілгері алып, дамытып жүрген. Ысқақ атамыздың ұлы 2 ұлы болған. Соны біреуі барлықтарымыз білетін Кәкітай атамыз. Толық аты Ғабдылхакім, ата-анасы еркелетіп Кәкітай деп атап кеткен. Кәкітай атам 18 жасынан бастап ауыл молдасынан сауат ашып оқыған. Ол кісі әкесі Ысқаққа көмектесіп қызмет жасап жүрген кезде Мағауияға келіп, Кәкітай оқысы келетін, орыс тілінен білім алғысы келетін айтып жеткізген екен. Сол кезде Мағауия Абай атамызға келіп, әкесіне келіп, Кәкітай орыс тілінде оқысы келеді, білім алғысы келеді деген кезде інісін шақырып алып, Ысқақты Абай атамыз оқуға жібер, орыс тілін оқысын десе, ол кісі жоқ, қаражатымыз жағынан және көмек жағымыздан қиындау деп оқуға жібермейді. Сол кезде Абай атамыз інісіне, онда бұл бала менің бауырымда болсын, бұл менің балам болады, мен өзім оқытамын деп Мағауиямен қоса бірге оқытады. Дәл сол уақытта анасы текті ерте дүниеден осып кетеді де, Кәкітай атамыз Абай атаның қолында өседі. Мағауиямен бірге білім алып, орыс тілін оқиды. Орыс тілін өзі де үйреткен кездері болған ғой. Өзі үйреткен кездері. Өзі үйретіп, дыбысталуын. Сосын орыстар келген уақытта жаңағыдай әңгіме дүкенде қасына да алып отырған кезеңдер болған. Ондай кезеңдер болған. Бір сондай бір эпизодтар керемет енді былай қарасаңыз. Кәкітай атамыз 14 жасында ерте үйленіп, 16 жасында Әрхам атамыз туылады. Ең үлкен тұңғыш баласы болып. Сол кездегі қазақтың салты бойынша Әрхам атамыз өзінің үлкен атасы Ысқақ пен Абай атаның қолында өстіп тәрбиеленді. Әрхам атамыз 19 жасқа дейін болғанша Абай атаның қолында өскен. Абай ата қайтыс болған кезде Әрхам атам 19 жаста болған екен. Бұл жерде енді былай қарап отырсаңыздар, мынау бұл тәрбиенің маңыздылығы, Абайдың ықпалы қандай, жаңағы Кәкітай өзінің жаңағы естеліктері, одан кейін Әрхамның естеліктері, сол болған оқиғалар тарихқа мұра ретінде қалдырып кету деген үлкен дүние. 19 жасына дейін тәрбие алу Абайдан деген бір маңызды дүние де, мысалы. Абайды біліп, кім екенін, маңайын біліп, Абайдың философиялық өлеңдеріне мән беріп,
бойына сіңірген адамдар ғой бұлар. Бойына сіңіріп, сол кісінің Абай атамыздың шәкірттері, жазушы достарының әңгімелерін тыңдап, сол кісілердің әртүрлі өнерлерін үйреніп, тәрбие алған. Бұлай қазір қарап отырсаңыз, мысалы, өткен мен бүгінді салыстырамыз, әрине, бұл қазір Абайдың заманы емес, Құнанбайдың заманы емес, үлкендердің әңгімесін тыңдау. Жақсы отырыстарда үлкендер қазір кезеңде міне өзінің бойындағы жақсы қасиеттерді мына жас балаларға берсе, ол балалар ары қарай қазақтың бүкіл дәстүрін сіңіріп алып үйреніп кетеді ғой. Ол елдің бәрі Абай емес, Абай даратуға, бірақ бізде қаншама жақсы адамдар бар қазақтың дәстүрі. Бұл Абай үлгі болып отыр, жаңағы Кәкітай мен Әрхамның ойына сіңіре отырып, жаңа халыққа осыншама дүниені тастап кетіп отырған. Мен енді өзім осы Әрхам атамыздың қызы Мінаш әжеміздің қолында өстім, сол кісіден тәрбие алдым. Мінаш әжем көп жылдар бойы ұстаз, шәкірт тәрбиелеген ұстаз, және де Абай танушы болған, Әрхам ата туралы көп естеліктер жазған. Нұргүл ханым, мысалы осы бізде қазір мысалы шәкәрім танушы, Абай танушы деп, бірінші екінші деп осы қазіргі дәуірде бір бөліп ататты. Ал бұлай қарап зерттеу жұмыстарға қарасаңыз, сіздің аузыңыздағы сөзге қарасақ, мысалы Абай танушылар өзінің ұрпақтары. Шәкәрім танушы тағы да Ахат Зият өзінің ұрпақтары. Тіпті Шәкәрім қайтыс болғанда Гүлләрдің жоқтауында Абай мен Шәкәрімді қалай суреттейді. Соны Абайдың лабораториясын, Шәкәрім лабораториясы ашады бір жоқтауда. Сонда қарағанда біз осы дәуірге көп көңіл бөлуіміз керек сияқты. Мысалы, Мінаш апайдың мен бірнеше мақалаларын оқыдым, Шәукен туралы жазғандарын. Ары қарай енді сол сөзіңізді бөлмейін, айта беріңіз. Енді Мінаш әжем Ұлы Абайға адалдық деген кітап жазған, әкесі туралы. Осы әжемнің қолында өстім. Сол кезде әжем өте көп әңгімелер айтып беріп отыратын. Мінаш әжем Шәкәрім атамыздың ең алғаш суретін осы кісі көрген. Шәкәрім 31 жыл атылып кеткеннен кейін НКВД-ның баскесерлері сол кезеңде оны отқа жағып барлығын дүниені өртеп атқан уақытта Шәукен деген мылқау адам, жас жігіт, ана НКВД-да от жағушы болады. Сонда жанып атқан дүниеден көзді ала беріп, Шәкәрімнің суретін қойнына салып жібереді ғой. Сонда тарихта бұл да бір қарапайым көзге көрінбесе де ұрпақтарға үлкен бір ерлік жасап Шәкәрімнің бейнесін тастап кетті. Мен бұны айтып отырған Мінаш апамыздың мақаласын оқығам осы Шәукен туралы. Оны мен бір кезінде Шәкәрім әлемі деген журнал шығарып тұрдым. Сонда бастым Мінаш апаның басылымға жібердім. Сонда таңғалдым жаңа мақаласы қандай. Сөзі, сөйлем құрылымы ғажап, Шәукеннің образын ашқан. Кейін Мұхтар Әуезов жаңағы Шәукенге айтады ғой, сен енді нені бер, суретті маған бер дейді. Бірақ ол Шәукен бермейді. Өзі мылқау адам болған ғой, бермейді. Сол Ахатқа береді, Ахатқа беріп, Ахатқа аманаттайды, береді аманатын. Міне осындай дүниелер Мінаш апаңыздың жазғандары. Айта беріңіз. Шәкәрім атамыздың ұлы Ахат атамның қолжазбасы бар. Бұл қолжазба маған Әрхам атамыздың ұлы Асылжаннан қолыма келіп отыр. Бұл жерде Шәкәрім ата туралы Ахат ата өлеңдерін, сол кісінің өмірін жайлы бәрін жазып, кейін кітап қылып шығарған. Бұл әрине менде үлкен бір қазына. Және де Шәкәрім атамыздың бір қызық бір оқиғасы бар. Шәкәрім атамыз кезінде Темір Қобдишаға өзінің көп қолжазбаларын, өлеңдерін, поэмаларын жазып, және де солардың бәрін бір сол Қобдишаға салып, сыртын бұзаудың терісімен қаптап, Ахат атамызды алып, сол Шыңғыстау тауында бір жардың ішіне апарып тығып қойған екен. Сол кезде Шәкәрім ата ол Ахатқа аманаттап, кейін бір осы заман тынышталар. Сол заман тынышталған кезде сен осы менің қолжазбамды алып шығарып деп аманаттап кеткен екен. Шәкәрім атамыз сезгенде заман қиындап, Шәкәрім, өздеріңіз білесіздер, Шәкәрім атамыз атылып, сол құдықта қалады. Ахат атамыз
қуғында болып, талай түрмеде отырып қамалған, өте көп қиындықтар көрген. Кейін заман тынышталып, 79 жылдары Ахат атамыз, менің әкем Әлішер әкем сол кезде Абай совхозында мұғалім қызметін атқаратын. Әкемізді шақырып алып, және де әкемнің немере інісі бар, Серікжан деген, соны ертіп алып, бірге және сол Құзға барады, Шыңғыстаудағы Құзға барып, сол Құздағы қолжазбаны, қобдишаны іздемекші болады. Қолдарына екі арқан байлаған әкем беліне арқанды байлап алып, және Серікжан інісі, әкем сол кезде 25 жаста ғана екенде, Серікжан інісі 13 жаста екен. Байлап, жәнегі Құзға түсіреді екен. Ол Құз таудың жарылған жерінде бір бүркіттің ұясы бар болу керек. Сол Құзға белінен түсірсе, бірақ таба алмаған. Және қол жетпей, таба алмай, кейін бір айдан кейін келіп, осыған қайтадан ораламыз деп келісіп кеткен екен. Бірақ Ахат атамыздың жалғыз ұлы, Россияда тұратын жалғыз ұлы дүниеден өтіп, Физуле дүниеден өтеді де, Ахат атамыз сол баласын жалғыз қалған тұяғын жер қойнауына тапсырып келе жатқан кезде, Қостанай қаласында аэропортта құлап, жамбасы сынып, содан келіп, содан көпке дейін ауырып, содан дүниеден озады. Одан кейін осы қобдиша жабулы күйде қалды. Кейін талай рет әкем мен Серікжан ағамыз іздеп таппақшы болды, бірақ ешқандай нәтижесі шықпады. Өйткені ол жерде қазір жер қойнау бәрі өзгерді, Семей полигоны жарылғаннан, соның бәрінен өзгеріп, ол жерде әлі табылмады. Сол енді аманат әлі біздің мойнымызда, бір соны тапсақ деп армандаймыз. Әрине. Дұрыс айтасыз, енді бұл бүкіл халықтың мойнындағы жүк деп ойлаймыз, өйткені Шәкәрім қажының рухани дүниесі халықтың байлығы ғой енді. Алдымызда осы бірнеше суреттер жатыр, осы талай тарихты айтатын, бізге жеткізетін. Мыналар туралы кішкене осы мағлұмат берсеңіз мына кісілердің. Мына кісі Шәкәрім атаның ұлы Ахат атамыз. Ахат атамның үшінші әйелі Батима апа. Осы Батима ападан, міне қазіргі мен алдымда жатқан қолжазба Батима ападан қолымызға түсіп отыр. Сол Батима ападан қалған мұра ғой енді, кімнен қалған? Ахаттан қалған. Ахат атамыздан қалған. Мына кісі енді бұл кісі Архам қызы, Мінәш әжем. Мен осы кісінің қолында тәрбиелендім. Бұл кісі өте абайтанушы, естеліктер жазған көп. Абай ортасы туралы көп мағлұматтар берген адам ғой. Енді міне мына бір маңызды фотосуретті көрсетейік, осыны айтыңызшы. Бұл кісі Құнанбай атамыз, Өскенбайұлы Құнанбай атамыздың суреті. Менің қолыма бұл Қарауылдан келіп, Қарауылдағы туған туыстарымыздан, Мінәш әжеміздің інісі Төлеген атамыздан алған. Ол кісілер қазір жоқ. Негізгі Құнанбайдың бейнесі осылай деп, туысқандар сақтап қалған осы сурет. Енді бұны тарихи дүние, бұны зерттеу керек шығар әлі де, қай жылдары қалай екені туралы. Тарихта белгілі Шәкәрім атамыздың суреті. Шәукеннің алып қалған суреті ғой енді. Иә, сол сурет. Бұл суретті Қаймұхамедханов атамыздың үйінде Меккеге барар кезде түсірілген екен. Архам атамның ұлы Закен атам. Закен атамыз соғыста, сол жақта қаза тауып, сол жақта қайтыс болып кеткен. Мына кісі Азат атам, менің өзімнің өз атам. Өзінің Әлішер атамның әкесі Азат атам. Архамның ұлы. Архамның кенже ұлы. Тамаша, енді мұнда тамаша дүниелер тұр. Мына суретте Қаймұхамедханов атамыз, абайтанушы, және де өзімнің атам Азат апам, Қарлығаш апам. Азат атам мен Қарлығаш апам Қаймұхамедхановтың шәкірті болған, және де жақсы таныс, замандас кісілер болған. Мына жерде тағы да бір тарихи өзі мұра болып қалған шежірелеріңіз тұр, содан бір қысқаша айтып кетсеңіз. Бұл шежірені 87 жылы мен өзімнің атам Азат Архамұлы құрастырып шығарған. Азат атам абайтанушы да бір жағынан болды, бір жағынан
ол кісі көп насихаттайтын. Абай өзі Аягөз қаласында 2-ші мектепте қызмет істеді. Сол мектепте Абай Шәкәрім Әуезов мемориалдық музейін ашқан болатын, өз қаражатына апамыз екеуі. Сол жерде сол ашылуына қарсаңда осы шежірені құрастырып, Құнанбайдың ұрпақтары деген шежіре. Жақсы, енді мына біздің алдымызда көптеген тарихи деректер тұр. Осы деректердің зерттеушісін күтіп тұр да бұлардың барлығы. Болашақ ұрпақ, Абай ұрпақтарының, Құнанбай қажының ұрпақтары, Шәкәрімнің ұрпақтары жөнінде жазылған тарихи тың деректер міне алдымызда жатыр. Қаншама фотосуреттер жатыр. Бұлардың әрқайсының бойында небір тарих жатыр. Ірі тұлғалардың тарихы жатыр, өмір жолы жатыр. Біз енді былай қарасақ, осы тарихи тұлғалардың барлығы әрқайсысы өз еліне, жұртына, қоғамға, ортаға, қиыншылықтарға қарамай, адал, патриоттық, отаншылдық, елсүйгіштік міндеттерін атқарған. Бұлардың барлығы Құнанбайдан тараған ұрпақтар, Абайдан тараған, Шәкәрімнен тараған ұрпақтар. Ендеше қазақ елінде Құнанбай қажыдан тараған ұрпақтардың ел үшін, жер үшін, отан үшін, қазақ халқы үшін сіңірген еңбектері айрықша зерттелу керек деп ойлаймыз. Осылардың міне бүгінгі біздің хабарымызға келіп отырған Нұргүл Әлішерқызы да бізге өте бір бабаларының аманатын орындап, өзінің мақалаларын жариялап, өзінің зерттеу жұмыстарын енді бастап, сол жаңағы қалған аманаттарды қолына ұстап, мұражайларға өткізіп, әлі келгенше жас ұрпақтарға айтып, жеткізіп жатырған тұлғаның бірі деп есептейміз. Нұргүл Әлішерқызының да болашақта жасайтын қазақ халқы үшін еңбегі зор деп есептейміз. Өйткені міндет, мақсат өзінің бабаларының тастап кеткен құжаттарын, деректерін, фотосуреттерін жас ұрпаққа беру. Бүгінгі біздің хабарымыздың негізгі мақсаты тұңғыш рет телеарнада Құнанбайдың тіке ұрпағы, Нұргүл Әлішерқызының, Кәкітайдың ұрпағы, Әрхамның ұрпағы, халық үшін күрескер, осы талай тарихи тұлғаларды білетін, жаста болса бас болып, осы үлкен істі мойнына атқарып отырған осы Нұргүл Әлішерқызына біз үлкен алғысымызды білдіреміз. Рахмет, сізге сәттілік болсын. Әрі қарай осы ұрпаққа осы аманаттарды өз мәнінде жеткізеді деп ойлаймыз. Құрметті көрермендер, былай қарап отырсақ, тарихи тұлғаларды біз өткені мен бүгінгісін салыстырып отырып, бүгінгі күнде бұларда не аламыз, не үйренеміз, қиыншылыққа қалай төзе білу керек. Бастарынан қаншама қасірет өткізді бұлар, сонда да мойыған жоқ. Сонда да Абайдың, Шәкәрімнің мұраларын бізге жеткізе білді. Мысалы, Шәкәрімұлы Ахаттың сонау өзі сотталып қуғында жүрсе де, Ғылым академиясының кітапханасына 36 жылы осы Шәкәрімнің өлеңдерін тапсыруы. Ұлттық кітапханамызда 35 жылы Шымкенттің қазағы болып өткізген мұралары қаншама бізге көп дүниені айтады. Сотталып, түрмеде жатып, қиыншылықтар көріп, ұрылып, соғылып, ақат, қашып жүріп, осы мұраны жаңағы бізге аманат етті. Бұл да бір ірі тұлға. Тіпті Зият Шәкәрімұлы сонау Қытайға қашып жүріп, Абай мен Шәкәрімнің мұраларын, Мағжанның мұрасын, Жүсіпбек Аймауытовтың мұраларын насихаттап жүрді сол кезінде. Міне, отанды сүю деген осылардың үлгісі бүгін бізге жұғысты болсын. Сау саламатта болыңыз. Қалайық.